Баршаңызға сәлем. Бүгін біз пицца дайындаймыз. Бізге керек заттар: ұн, су, сұйық май, дрожжи, қант, тұз керек. Суымызды құямыз ыдысымызға. Дрожжи, қант, тұзымызды саламыз. Содан кейін ұнымызды салып, сұйық майымызды құйып, илейміз қамырымызды. Қамырымызды иі қанғанша қойып қоямыз. Салафанға салып, бетін жауып. Қамырымыз дайын болғанша пиццаның салмасын дайындаймыз. Біз пиццаны фарштан жасаймыз, сондықтан бізге фаршқа тұз бүру үшін қосып, чеснок қосамыз, дәм беру үшін. Барлығын араластырып, дайындап қоямыз. Чеснокты көп қоспаңыздар, орташа 3-4 штукын қоссаңыздар жетеді. Форманы қағазымызды салсақ, қағаз формасын ұстап тұрады. Қамырымыз дайын. Қамырымызды катать етіп, формамызға саламыз. Кетчуп, майонез қосамыз. Кетчупты мен чили кетчупын қостым, дәм беру үшін. Фаршымызды кішкене қуырып алсаңыздар болады, маған осылай ұнайды. Морозилкада тұрған пересімізді қосамыз, помидор қоссаңыздар да болады. Сиырымызды теретеміз. Пиццамызды духовкаға 180 градусқа қызарғанша дейін жібереміз. Пиццамыз піскеннен кейін сиырымызды теретіп 5 минутқа духовкаға саламыз. Пиццамыз дайын. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.